Namaz bizді оңдайды. Намаз бізді күнәден тоқтатады. Инна ссалата танха анил фахшаи вал мункар. Алла айтқан намаз әуерсіз іштерден, уят іштерден, күнә іштерден, арам іштерден тоқтатады деген. Уырлықтан тоқтатады, арақтан тоқтатады, зынадан тоқтатады, жалғаншы аферистіктен тоқтатады, қиянаттан, зұлымдықтан тоқтатады, текеберліктен, көре албастықтан тоқтатады. Қачан? Намазда күш болса, жанды болса, рух болса, намазыңыз нұрлы болса, намазға біз берейлі. Намаз сізге береді. Намазды таштабаңыз, намаз сізді таштабайды. Намазды көтеріп жүріңіз, намаз сізді көтереді. Қиямат күні намаз сізді көтереді. Намазды алып жүріңіз, намаз сіздің ашқычыңыз. Пайғамбарымыз айтқан, ас-сала мифтахул жанна, бұл бейіштің ашқычы. Бейіштің, ақиреттің бақтысына, түбөлікті бақыттың ашқычы, отырымдық дүниенің ашқычын аша албай ол. Жөніне аша. Намаз арқылы адам оңалады. Намазға бекем болайлы. Намазды жамаат менен 5 уақыт намаз емне үшін ұшындай оқуайбыз? Жұма қандай фарыз, 5 уақыт ұшындай фарыз. Еш қандай айырмасы жоқ. Кейде жұма фарыз болбай қалады. Мұсапырларға жұма фарыз емес. Бірақ пешім фарызда да қылы. Туғандар, аялдарға жұма фарыз емес. Бірақ пешім фарызда. 5 уақыт намазға бекем болайлы. 5 уақыт намазға бекем болайлы. Өзі дүниеге келдік намаз оқыш үшін еле. Чын айтқанда. Аллаға ушунчалық бендені намазды көргенде жақшы көреді Алла. Башқа жерден вообще көргенде жақшы көрмейді. 50 мал намазды фарыз қылып берген. 24 саатқа бөлсеңіз, әрбір жарым саатта Алла Таала бізді намазда көргізін қалайды екен. Әрбір жарым саатта намазда тұра өршіміз керек екен да. Алла Таала азайтып 5 мал беріп қойды. 5 малды таштабайды. Кімдің намазы оңолса, жашосы оңолады. Кімдің намазы бұзылса, жашосы бұзылады. Қиямат күні ең бірінші есеп кетіп намаздан башталады. Намаздан жақсы өтті, башқалары барлығы жақсы болады. Намаздан жығылды, башқалары қиналады. Көзімнің қареги деген пайғамбарымыз. Дүниедан ақырқы кетіп жатқанда ушу үмметін көріпті, сапта тұрғанда сүйін көрді. Бүгін біз қайерде тұрып атабыз?